Жылқы төрт түлік малдың ішіндегі ең естісі. Жесең ет, ішсең сусын, мінсең көлік. Есту, көру, иіс, дәм сезу мүшелері өзге жануарлардан әлдеқайда артық. Тіпті артқы жағында толық көре алады. Өйткені көру аумағы 360 градусқа барады. Жылқы етінің құрамында 20-30% ақуыз, 8 түрлі микроэлемент және 7 түрлі дәрумен бар. Сиыр мен қой етіне қарағанда жылқы етінен дайындалған ас оңай қорытылады. Қолда бағылған жылқы етінің құрамында орташа пайыздық есеппен алғанда 50-70% су және 5-30% май болады. Бауыр еті темір, фосфор, амин қышқылдарына және де А1, В2, В12 дәрумендеріне бай келген. Бәрінен бұрын жылқы еті ақуызға өте толы, онда 15-20% ақуыз бар. Бие сүті сауғаннан соң 2 сағатқа дейін күшін жоймайды, бірақ дәрігерлер кеңесіне қарағанда сауғаннан кейінгі 15 минуттың ішінде ішкеннің пайдасы орасан зор. Егер күніне жарты литр бие сүтін немесе саумал ішсеңіз, С дәруменінің ағзаға қажетті тәуліктік мөлшерін аласыз. Саумалда 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Саумал өкпе, асқазан, бауыр ауруларының алдын алады. Қан құрамын реттейді. Бастысы, иммунитетті көтеріп күш-қуат береді. Саумал туралы тағы бір факт. Қатерлі ісіктің алдын алады, тіпті жеңіл, енді басталған түрлерін де айықтырады. Мамандар тұжырымына қарағанда, жылқы етін үнемі жеген адамдар организмінде қартаю процесі өте кеш басталады. Тағы бір дәлелденген факт, жылқы еті белсіздіктен сақтайды.